Екінші халықаралық IT форум ақпараттық технологияны жетік меңгерген қазақстандық 200 маман мен белді сарапшылар бас қосқан маңызды жиын. Сондықтан күн тәртібі бизнеске бейімделген IT жобаларды жетілдіру мен қауіпсіздік мәселелерін қозғауға арналды. Біз бұл жұмысты Қазақстанда бірінші болып қолға алдық. Мұнда бұрын соңды осындай тәжірибе болған жоқ. Жұмыс ауқымы өте үлкен. Кедергілерге кезігетін шығармыз. Дегенмен оларға дайынбыз. Осы шара кейбір кедергілерді болдырмау үшін маңызды. Самұрық қазынаға қарасты компаниялар ақпараттық қауіпсіздікке ерекше екпін беріп, халықаралық компаниямен нәтижелі келіссөздер жүргізді. Енді қор жұмысы IT салаға бейімделіп, жаңа жүйелер ойлап табылады. Сондай-ақ тағы бір шетелдік компаниямен сенімді серіктестік орнады. Мы надеемся, что наше партнерство Қауіптілікті болдырмау үстінде көшбасшысы саналатын компаниялармен әріптестік бар. Енді активтерімізді, ақпараттарымызды қорғауға мол мүмкіндік пайда болды. Жалпы бұл IT жүйелердің еліміз үшін маңызы зор. Қор өкілдерінің сөзіне сүйенсек, жаңа жобалар жұмыс тиімділігін арттырып, шығындарды азайтады. Сондықтан кәсіпорындардың ақпараттық технологиясы үшін бірыңғай жүйе пайда болады. Жалпы халықаралық форумда инновациялық технологиялардың көрмесі де көпшілік назарына ұсынылып, тың жобалар таныстырылды. Рауан Мыңбаев, Саид Исмаилов, Хабар 24, Астана.